Сәлем достар, бүгін сіздермен кілегейлі соуста піскен тауық етінің рецебімен бөлісемін. Бізге керек тауықтың төс еті, пияз, сарымсақ, кілегей. Тауықты төрт бұрышты етіп тураймыз. Пиязды майдалап тураймыз. Сарымсақты тураймыз. Орташа отқа табаны қойып, майды құямыз. Тауықты салып, қуырамыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Тауық піскенше қуырамыз. Тауықтың суы толық кетіп қуырылғанда, пиязды, сарымсақты салып араластырып, дәміне қарай тұз қосамыз. Пияз қуырылғаннан кейін үстінен кілегейді құямыз, 5-10 минуттай пісіреміз. Осындай дәмді кілегей соусында піскен тауықтың төс еті дайын болды. Енді дәмі керемет, тауық жұп-жұмсақ болып шығады. Қалауларыңызша тауыққа тағы саңырауқұлақ